Ассаламу алейкум, қазақ елі. Сіздермен бірге қазақша блог жүргізушісі ауылдың жігіті Жаныбек. Бүгінгі контентте көріп тұрған суреттің баянын, сол ғасырларда болған тарихтың бір бөлшегін айтатын боламыз. Және де дәл суреттегі оқиғаны, мына портретті осы күнге дейін жасырып келуі туралы сөз қозғайтын боламыз. Әуелі менің YouTube арнама жазылыңыздар. Қазақ тіліндегі арнаны қолдап кетіңіздер. Егер дайын болсаңыздар, ендеше кеттік. Құрметті қазақ елі, мына суреттен байқағандарыңыздай, хан өкілдері қазақша киінген екен, және де тазы иттері бар екен. Себебі бұл сурет басқа біреудің суреті негізінде салынған екен. Яғни бұрмаланған десек болады. Түп нұсқа сурет мынау. Бұны орыс суретшісі Василий Орлов Петров деген кісі 1912 жылы салған екен. Суреттің аты «Присяга на княжение». Қазақша айтқанда князьдің анты. Яғни ханға адал қызмет етемін деп, орыстардың бой ұсынғыш князі боламын деп ант беруі. Ант беру рәсімі Бату ханның Састақсайшаға түскен табанының ізін сүю арқылы өтетін. Суреттің түп нұсқасында көріп тұрғанымыздай, хан өкілдері қазақша киімде емес, ордалық киімде екенін байқаймыз. Бұл суретте 1446 жылы Василий II Алтын Орда ханның табаны басылған Састақсайшаны сүйіп ант беріп, Мәскеудің ұлы князі болып тағайындалып жатқан сәтінен бейнеленген. Бұл суретке қатысты тарихшылар мынандай деректер келтіреді. Яғни Алтын Орда хандығы орыстарды шапқан соң, орыстардың үстінен басқаруды араларынан шыққан князьдерді тағайындаған. Осыған байланысты орыс князьдері 3 санатқа бөлінген. Бірінші санаттағы князьдері псевдопатриотты демагогтар еді. Олар оттың үстінен секіруден және Бату ханның табанын сүюден мақтанышпен бас тартқан. Бір сөзбен бойұсынбаған. Бірақ олар өздерінен басқа князьдігінде халқысы бар екенін ұмытты. Бойұсынбаған князьдердің бастары шабылып, ал олардың князьдіктеріне жазалаушы жасақтар жіберілетін. Сондай жазалаушы жасақ бәрін қырып өлтіріп, үйлерін өртеп, мекендерін бұзып, әйелдерін зорлап тонайтын еді. Сосын билік ету үшін неғұрлым мойын ұсынғыш князьдерді қоятын. Екінші санатқа кіретін князьдер Бату ханның табанын өздерін тек өлім жазасынан құтылу үшін өз еріктерінен тыс сүйетін еді. Ал үшінші санатқа кіретін князьдердің ішіне тек Александр Невский кірді. Ол Бату ханның табанын құлшына қуанып сүйген еді, және ханның алдында осындай құрметке ие болғаныма ризамын, тіпті қуанамын деген екен. Әрине мұндай әрекет ханға қатты ұнады. Невскийден разы болды. Сөйтіп Александр Невский 1252 жылы Владимирдің ұлы князі болуына жарлық алды. Хан ордасында маңызды тұлғаға айналды. Бұл тарихтың тұсы құлақтарыңызға шалыс естілді ме? Бізге Невскийдің тарихын басқаша келтіргенді. Мектептен білетініміз, орыстардың мықты қолбасшысы, шайқаста немістер мен шведтерді жеңуші ұлы князі батыры еді. Шындығында Бату хан оны князь қылған еді, және де Орыс жеріне солтүстік батыстан немістер мен шведтер қауіп төндірген еді. Сонда Новгородтың халқы Батудан көмек сұрады. Бату оларға көмекке Александр бастаған жасақты аттандырды. Әйгілі Нева өзенінің үстіндегі шайқас болды. Нева бетін мұз басқан еді. Александр басқарған әскер жеңіл сауытты еді, ал шведтер мен немістер ауыр темір сауытты киінген еді. Және қалқандары да зілді еді, әрі қылыштары да ұзын, ауыр болатын. Сөйтіп Неваның мұзы опырылып, шведтер мен немістер суға кетті. Жеңістен кейін Александрға Невский деген атақ берілді, және Новгородтың ұлы князі атанды. Сөйтіп хан тұсында Александр Невский Новгород пен Владимирдің ұлы князі атанды.
Шынайы тарихпен таныс болсаңыздар, суретімізге оралайық. Мынадай сұрақ туындайды: неге Александр Невский Бату ханның табанын өз еркісімен, ризашылықпен қуанып сүйді? Жауабы мынадай еді: яғни орыс халқысын өлімнен, жойылып кетуінен құтқару үшін еді. Жазалаушы жасақтардың орыстарға келуін тоқтату еді. Және ханның ризашылығын алған соң, хан жақтан Невскийге бір ерекшелік берілді. Яғни алтын орда жорықтарына орыс әскерлері берілмейтін болды. Сөйтіп, Моңғолдар шапқыншылығынан орыс халқысын аман алып қалды. Александр Невскийдің басты мақсаты халқысын тек аман алып қалмай, санын көбейту еді, әскерлерін көбейту еді. Яғни сол кездегі түсінігі бойынша кімнің әскері көп болса, сол жеңеді деген ереже еді. Сөйтіп, жеке басын уақыттағы демографияға тіккен. Кейінгі нәтижесін білеміз. Орыстар Алтын Ордаға 300 жыл бойы салық төлеп келді. Ордалықтар әлсіреп, бір-бірімен тақ үшін талас соғыспен ұласқанда, орыстар осы сәтті пайдаланып, әуелі ханның жарлығымен ханға қарсы шыққан хан үміткерлерін жақтас әскерлерімен бірге талқандап, кейін ханның өзінде жеңді. Міне аталары Александр Невскийдің түп мақсаты осы еді. Қазіргі орыс политигі Николай Стариковтың айтуы бойынша, Невский қайтқан соң ісін жалғастырған немересі Иван Калита еді. Иван Калита болса өз кезегінде салықты бірінші апарып беретін болған. Және басқа князьдер кешіктіріп бергісі келмеген кезде Иван ханның рұқсатымен өзге князьдерден салықтарын күштеп жинап әкелетін болған. Яғни ол осындай жағдайды сәтті пайдаланып, орыс князьдіктерін біріктіру мақсаты болған. Ақыры бұл мақсатқа жеткен. Өйткен орыс князьдіктерін біріктіріп, бір ел қылмай, Алтын Орданы жеңу мүмкін емес еді. Ал енді бұл суретімізге оралсақ, кеңес үкіметі құрылған кезде бұны жасырған екен. Өзге халық кезінде орыстардың Бату ханның табанын сүйгенін ешкім білмеуі керек еді. Өйткені орыстар өздерін қатты ұлықтады. Шынайы тарихты ешкім білмесін деп бұрмалады. Осымен қысқаша тарихтан көз жүгірттік. Егер де бұл оқиға сіздерге ұнаған болса, лайк басамыз, пікір қалдырамыз. Қош саламатты болайық. Қаз едің, абырайдың балға дейші